Қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі буклет жасаймыз. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Әр түрлі түсті қағаздан жасайтын боламыз. Алдымен қызыл түстісін алып, кәдімгі біздің өзіміздің қолданып жүрген пелайдың көлемінен сызып шығатын боламыз. Бізге 7 дана дөңгелек қағаз қажет. 2 қағазға да үстіп сызып, енді осы қайшымен қырқып шықтық. Осын енді қырыққан дөңгелек шетінен ортасына дейін қайшымен қырқып шығатын боламыз. Осы видеоны аяғына дейін көруге тырысыңыздар. Өте оңай. Кәдімгі осы мектепте үлкен класстың қыздары да кәдімгі аналарына, әпкелеріне, әжелеріне осындай кішкене буклет гүлдерден жасаса сыйлыққа өте жақсы. Екіншісінде мінекей аяғына дейін қырықтық. Енді барлығын аяғына дейін қырып шықтық. Енді біз осы қырыққанның басын саусағымызбен әрмен қарай орап шығатын боламыз. Аяғына дейін орап шығамыз. Гүліміздің фасоны шықты. Енді аяқ жағында қағаздың ыстық клейдің арқасында клейлеп қоямыз. Бірінші гүліміз шықты. Енді сіздерге тағы да екінші гүлімізді көрсететін боламыз. Өте оңай. 30 минутта істелінетін нәрсе. Сіздерге 30 минут емес, кішкене түсінікті болу үшін кішкене көбірек қылып көрсетіп жатқан жайым бар. Мына екінші гүліміздің фасоны шықты. Көлемі. Енді бәрін істеп қоямыз. Дайын, сіздерге оңай болу үшін, тез көрсету үшін осыны дайындап қойған жайым бар. Енді біз күлгін түсті қағаздан буклетіміздің сыртын істейтін боламыз. Сыртқы қабатын. Осын енді ішіне кішкене жаман керек емес газеттермен, журналдармен орап, енді оның сыртына кішкене картонды қиып, жасыл қағазды қиып, ортасына жаңағы керек емес қағаздарды тығып, нығыздап қоямыз да, енді осы картонның шетін ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Нығыздап жабыстырып қойдық. Енді біз осының үстіне дайындап қойған гүлімізді жабыстырып шығамыз. Осындай әр түрлі түсті қағаздардан осындай әдемі дүние жасап, өзіңіздің жақсы көретін адамдарыңызға сыйласаңыздар болады. Көбінесе бұны оқушылар, қыздар жасауға болады. Жасап көрсеңіздер өте оңай. Енді біз осы буклет гүліміздің сыртын әрлейміз. Қызыл түсті кәдімгі өзіміздің гүліміз жасап атқан гүліміздің түсінде кішкене не дейді, бантик дейма, соны гармошка ретінде жиырып аламыз. Енді осының ортасын кесіп, 2 дана жасаймыз. Осының ортасын жабыстыру үшін кішкене гармошкаңызды нығыздап қосып алғаннан кейін ортасына кәдімгі клей, қағаз клеймен жабыстырып көреміз. Қағаз клейді ортасына клейін жабыстырып, қағазды бір-біріне
бір-біріне жабыстырамыз. Сонда біздің кішкене гармошка бантиктеріміз әдемі болып шыға келеді. Енді осы буклет гүліміздің алдына сән ретінде әрілеп осыны жабыстырып қоямыз. Біздің кішкене сыйлыққа дайындаған әдемі буклет гүліміз дайын болды. Ұнаса міндетті